Уфаға бару үшін алдымен Ақтөбеден Оренбургке жеттім. Ақтөбеден таңғы 8-де шығып, түскі 1-де Оренбургте болдық. Оренбургке ерте келгенімізбен таксист Уфаға бару үшін басқа да клиенттерді іздеп, шамамен 1,5 сағаттай күттік. Башкирияның табиғаты өте әдемі, айналаның бәрі жап-жасыл. Уфаға жеткенге дейін тек ағаштар мен жап-жасыл пейзажды көресіз. Уфа Ресей Федерациясындағы қала, Башқұртстан Республикасының астанасы. Уфа өзені мен Белая өзенінің түйіскен жерінде орналасқан. Көпұлтты заманауи қала, халқының саны миллионнан асады. Негізгі халқы башқұрттар, және кейбір деректерге сүйенсек, Уфа халқының 50%-ын орыс ұлты құрайды. Башқұрттардың діни сенімі сунниттік мұсылман, және әрине жергілікті халық православие дінін ұстанады. Уфаның жазы жылы, қысы ұзақ әрі суық болып келеді. Уфа башқұрт тілінде Уфа деп аталады. Уфаға келдік. Evren деген кебапқа заказ берді. Турецкий чай, лепешка және торт. Бұның Evren кебаптың құрамында ет, мұндай лепешкасы бар, сосын салат, капустадан жасалған жуа, сосын турецкий күріш бар. Қазір дәмін татып көреміз қалай екен. Бірінші рецептің дәмін кәдімгі күріш, бірақтан да ешқандай айырмашылық жоқ соншалықты. Салаттың дәмін татып көреміз. Салат аш емес, бірақтан да шамалы сот салған сияқты ма дәм бар екен. Бұнан қалай жейтін? Лепешкамен жеймін. Вилкой сегодня этого. Осылай жеген ыңғайлы.
дәмі кәдімгі шашлықтың дәмі. Дәм де ямалмады. Лепешканы дәмі көрейік. Лепешканы мен күтішпен жейді ау деймін. Күтішпен жеп. Лаваш. Я лавашты. Лепешка деп лаваш. Лавашты күтішпен жейтін шығар. Неше лепешканы жесек бар. Маған лавашпен жеген көбірек ұнап тұр. Ой, шай мен жаңағы тортты көрсем. Турецкий шай. Қазпотпен дәмі көрейік, тоғы бар екен. Маған ұнады, өте дәмді, жұмсақ. Все тогда, да? Киевский государственный авиационный университет орналасқан. Осы Башкириядағы, жалпы Уфадағы ең мықты көшбасшы университеттердің бірі, және бұл университеттің бір жақсы жері, өте қолайлы жерде орналасқан. Мысалы, мына жерде Перекресток, мына жерде KFC бар, соответствует. Перекресток бұл не жаңағы супермаркет? Иә, Перекресток супермаркет бар бұл жерде, және офис Магакане гипермаркет бар, KFC бар. Сонымен қатар бұл жерде мысалы парковка бар. Және өте жақсы университеттен шығады, кез келген жерге барып, кафеге барып, тамақ ішуге болады. Жалпы өте қолайлы жерде орналасқан. Университеттен шығып, қыдырып жүруге болады. Кез келген көшеге шығып кетуге болады сияқты университеттен шыққаннан кейін. Орталықта орналасқан. Тағы не бар бұл жерде жақын? Банктер бар мыс қоға? Банктер бар, иә? Қолайлы. Сосын тағы не бар? Адамға керек заттың барлығы бар мыс қоға? Мына жерлерде автобустарда барлығы... Автобус ар жағында не жаңағы? Жақын жерде мысалы парк барлығы бар ма? Парк бар, иә. Міне жаңа арғарата жүрсен жаңа Салават Юлаевтың площадкасы бар. Площадка бар, да, сияқты жайы бар. Жайы бар оғы болады, сол жақта? Иә, болады жайы. Қазір біз арт квадрат дейтін жерге барамыз. Қай жерге барамыз? Арт квадрат. Сол телефонмен түсіріп жүрейін. Қай жағынан өтеміз? Осы жерден өте береміз. Кеттік, өтейік. Саған қалай ұнап жатыр ма қалай? Қала ұнайды, кірген кезде кәдімгідей маған ұнағаны қала современный сияқты болып көрінді, заманауи қазіргі, және жап-жасыл. Жап-жасыл, және бір өзінде нағыз Европаның өзіне барып, бір қаласында қыдырып жүргенде сезінесің, өте үлкен болып көрінді. Ақтөбемен салыстырғанда. Иә, халықтың саны да екесе көп. Иә, бұл жақта қанша екен халықтың саны? Мына жерде жаңағыдай жастар көп жүреді. Так, ұмытып қалды. Бұл жерде жастар жүріп жүретін кешке барлығы, қыдырып жүретін жер сияқты. Даже обязательно наверное, даже без этого, без монтажа сала берсең де болады сияқты. Мешіт тұр, ана қызыл мешіт мысалы. Не, көп тұрсын ба? Қызыл. Иә, қызыл.
алда қаратай жүрсейші, өзіңді көрсет. Қазір Тұрфанның тағы Бозым көшесіне кетіп бара жатырмыз. Я, мне қазір арт квадрат дейтін жерге кіреміз. Қазір кіріп барамыз. Мұндағы бүкіл заттар квадратный, иә. Барлық квадратный да, сол үшін солай деп аталады. Не бар бұл жерде сонда? Жиналады ғой адамдар осы жерде. Неше түрлі жаңа нелер бар жаңа. Тамақ жейтін жерлер де бар. Кафелер бар, неше түрлі, сосын әртүрлі көрмелер бар. Мына жағынан бастап көрейік, иә? Сосын бұл жерде шетелден студенттері көп көруге болады, иә? Шетелден қай жақтарда, мысалы, Индиядан? Иә, Африка елдерінен көп. Міне квадратный контейнерлерді көрдің ба? Қазір осындай жерде, мысалы, қазір осындай нелер ашады, малый бизнестің объекттері көп осындай. Ана жерде ремонт, енді ашылайын деп жатқан магазин походу. Ерекше. Не, мына балдар осы арада келіп не ойнайды? Ойын ойнайды. Тек ар жағына арды өтейік енді. Уфаға келсеңіздер, міндетті түрде осы көшеге келіңіздер. Жастар көп және өте қызықты. Кафелер көп екен да? Иә, адамдар осы сыртта отырып тамақ ішеді. Иә, адамдар сыртта отырып ішеді. Ортасымен өтіп кетейік. Переходтар мынада. Мына жерге келеміз. Мына жақтан өтіп кетуге бола ма келесі? Келесі жағына қарата, иә. Келесі көше. Жүріп баратын басып. Жүгірмесек те болады, асып бара жатқан жоқпыз. Мынау. Көшенің келесі. Ага.
Ага. Қандай пакет? Парк Якутова. Парк Якутова, да? Ага. Да, успеем, наверное, да? Тоже кафешка тут. Сопровождал его как. Ну, в принципе, с района жаңағы жүрген көшемізбен орталық көшеге қайтып келе жатырмыз ба? Я орталық көше ғой. Сол жағы. Оптика, магазиндер, Булочная. булочная, кафе. Көшелер кең иә жүрген кезде Мгм. ыңғайлы. Уфа түнде қыдырғанға өте жақсы қала сияқты. Мысалы жаңа біз Оренбургке кірген кезде қаланың көне екені білінеді, иә. Барлық ол жерде зданиялар, үйлер бар да. Ал Уфаға келген кезде қала Астана екені кәдімгі білініп тұр. Тут на Рада тоже театр бар. Бұл жерде театр, да? Ну, театр, да. Так. Сейчас тұрғаты мне. Уфадан қаланың көне зданиялар, көне үйлер жоқ, әлде ол Жоқ, көне үйлер бар ғой, оларды жаңағыдай не істейді. Реставрациядан өткізеді. Ага, ага. мысалы Ол Оренбургке жаңа барған не, кезде, типа мысалы, как не сияқты сақталады ғой. иә, оны бұзуға болмайды ғой. Да, объект искусства сияқты сақталады. Бірақтан да Уфада мен әлі оны байқаған жоқпын, әлде ол қаланың көне жақтарында. Бар ғой. Театр болады ма қалада? Театрлар бар, иә. Міне мында бірдеме жазылып тұр. Вот тоже. Памятник истории и культуры Виктория Султанова. 1908-1910 жылдары. Тарих һәм мәдәният hukumatı Ага, башкорт тілінде жазылған бар. ага. Султанов отары. Ағылшын тілінде жазған. Үш тілде. Үш тілде. Бұл жерде де көбіне үш тілде қолданыла ма? Біздің Қазақстандағыдай қазақша, орысша, ағылшынша қолданған сияқты. Мысалы, үйлердің үстіндегі, кафелердің үстіндегі вывескалар, мысалы, жарнамалар, Иә. немесе ескерткіштер жарнамалар. Барлығы үш тілде жазылады, иә? Ага. Сосын менің көзіме ең түскені жаңағы магазинде продукты азық түлік қазақша әкелеткен. Сол көзіме түсті. Қайта башқұрт тілінде сол әзірге менің көзіме түсіп жатқаны. Халяль кафесі. Түсінбедім не жазғанын. Тез тұтану ресторандары. Типа жылдам тұтыну шығар Шарили. ресторан. Юридический адрес, да? Ага. Башқұртстан Республикасы деймін. Ага. Мына жерде әлі жазып тұр ғой. Фото, маски, перчатка. Иә. Әлі солай ма екен? Міне орысша жазылып тұр ғой. Міне орысша жазылған. Мгм. Әрі қарап басқан сайын кафелер көп екен. Кәдімгі үлгереміз.
таным байкерлер көп, сосын осылай ролик теуіп жүргендер көп екен. Велосипедпен жүретін. Скейтборд. Скейтборд теуіп жүрген. Мынау ескі сияқты, бірақ сонау деп. Вроде техникум был. Техникум бар? Я авиационный техникум был. Вроде. Білмеймін бірақ. Точно сияқты. Көзім көрмей тұр ана просто. Педоход бар? Қазір педоходпен үстіге қарай көтерілеміз, супермаркетке барамыз. Қалада трамвай бар, көп. Трамвайлар жұмыс жасап тұр. Трамвайлар жұмыс жасайды, автобустар класстан. Сосын бұл жерде бір ерекшелігі, такси тоқтататын болсаңыз, қол көтеріп тоқтатпайсыз, тек қана Яндекс таксиге заказ беруге болады. Яндекс, Убер. Уберге заказ беруге болады. Күте тұрайық, 10 секунд үлгермей шығамыз. Жолдың бойында тұрып қол көтерміз. Өтпе. Үлкен емес, орташа не ғой? Торговый центр. Ужас. Таңертеңгі тамақ ішуге келе жатырмыз. Баракат, сет, casual кафе едік. Еш вақытта души, киес. Башқұрт тілде жазылған. Саламат, қуану, өсін, азық, түлек. Негізі аудармасы болмаса түсінбейді екенсіз. Дарухана мынау елі түсіндіру. Қазір осы жолмен біз қатты қарай барамыз. Мажит Гафури 1900 жылдары осы үйде өмір сүрген және осында жұмыс жасаған. Башқұртстанның ақыны, атақты ақыны. Және бұл үйде 1935-54 жылдары Башқұртстанның ақыны, мемлекеттік премияның лауреаты, Салават Юлаев атындағы мемлекеттік премияның лауреаты Сайфул Кудаш өмір сүрген. Көшенің орталықтарында барлығы современный сияқты болды да, заманауи. Ал енді мынау көшеге қарай түскенімізде көне үйлерді көруге болады. Осторожно, опасная зона деп жазып қойған мына жақта. Бұл жолмен жүруге бола ма екен? Жүрейік. Мына аяқтарда барлығында көне үйлер. Мына үйлер кеңес одағынан қалған үйлер ғой. Бұларды бұзбайды, сол күйінше сақталады ғой, реставрация жасайды.
оларды қандайда бір мақсатпен қолданады екен? білмеймін. Совет кеңес одағынан қалған ұстап қоюы мүмкін. Осы көшемен тіке жүре берсек алдымыздан көп шығатын сияқты ғой, көне үйлер, көне зданиялар. Салават Юлаев атындағы площадкеге келе жатырмыз. Осы жерде пикникке шығуға болады, демалып отыруға болады. Негізі күндізгі уақытта адамдар аз болады дейді. Кешке көп жиналады, мысалы 5-те шамасында. Алматыға ұқсайды екен. Площадкеде жүрміз, қазір үстіге қарай көтерілеміз. Мынау баспалдақпен көтерілген лестницамен ұзақ үстіге жайлап көтеріле береміз. Спортпен айналысуға арық тағысы келетін адамдарға жақсы екен негізінен. Көтерілдік. Міне осы жерлерде демалып отыруға болады. Адамдар демалып отыр мына жерде. Одан әрі үстіге көтеріліп кете беруге болады. Белая өзені немесе набережная. Бұл жерде жасыңызға және қызығушылықтарыңызға сай көңіл көтеретін орындар өте көп. Одан әрі Ватан этникалық паркіне немесе Конгресс-холлға я Динамо стадионына қарай баруға болады. Айналада туристер өте көп. Бірақ жабық, ашық болса кіріп көреміз деп ойланамыз. Міне жабық. Міне малға жабық. Кейбір магазиндер Европаның жабық қазір. Мына жерде банк жабам дейтіндерге неше түрлі банкалар бар. Сок құятын, мындай арнайы бутылкалар, гранатовый сок құятын. Неше түрлі, әртүрлі литрдегі банкілер. Бірақ қазір біздің теңгемен есептегенде бізге алуға негізінен не выгодно, келмейді бізге. Ұтыламыз. Мысалы, бытовая техника бағалары чайник 699 рубль, почти айтқанда 700. 2790 рубль, 5990. Барлығын теңгемен есептеп көру керек, бірақ бәрібір бізге қымбатқа шығады.
Resoslar мысалы 6599 rubl. Her türlü бағада 10.999. Міне қымыз бар, қымыз. Қаншадан бұл? 119 rubl. Şekeryan özleri salın. Міне сыр бар. 40%. Өзімден қыналар бізде жоқ. Қалғандардың алатын барлығы бізде бар. Простоквашино, өздерінде шығарылатын аудандық бөлігі. Мынау Челябинскке шығарылған айдан. Бағасы осындай. Бағасы сосын бізде 500-ден 600-ден болса, мына жерде скидка болмаса 1000 теңге, ал қазір скидкамен болады 700 теңге, шамамен сондай. Нет, или надо прем. Төлегіңіз келмесе шамалы арзандау, міне 42 рубль бұл теңгемен қаншалар. Сезге өйдесін. 320 или соның айналасында. Бізде русская картошканың көбісі кішкентай ғой, сатылатын болады, жоқ міне мынандай өскені бар. Қанша ол грамм? Бұлар қаншадан? Бұлар 1 килограмм. 126. Жоқ, мынақта 200 грамм походу, да? Или? Мынандай бар. Да, упаковкасы қағаз и ішінде надо полиэтиленовый. 76 рубль болады. Вот, бронь. Бізде жоқ қой. Білмеймін. Московский картофель дейді. Мен көрген жоқпын оларды. Үлкен бар, иә. Бұлардың бәрі сен өзіне шығатын. Йод қосылған. Егер де фастфудты зиян десеңіздер, шамалы пайдасы болсын десеңіздер, мен йод қосылған жеуге болады. Обычно ойстер. Қандай? Аларды көрген жоқпын мен. 24 рубль. Вообще. Онда бізден көрген жоқпын мен. Кукурузный чипсы дейді. Мынаны көрмеппін. 67 рубль. Дәмі қалай болады? Пальмолив. Жоқ, аса. Аржан ата бар екен? Это где? Косметика. Или косметика қарайсың ба? Косметика жаға қарай. Да. Россияның өзінде. Черный жемчуг, значит, там біздегі бар ғой, анау чистая линия. Вот не жастар.
рубльден бәріне арзан. 350 рубльден. Не арзан ортасын өтейік. Бұнда да бір немеселер уже мужские попалки. Это жаңа отошли. Уфада велосипедпен жүру өте жақсы дамыған. Арнайы велосипедке жолдар салынып қойған. Оң жағында арнайы велосипедтерге міне арнайы жол салып қойған, велосипедтің суреті. Сосын сол жағында адамдарға арналған жолдар. Және байкерлерді, мотоциклмен жүрген адамдарды өте көп көруге болады. Уфаның көшелерінен арт суреттегі өте көп көруге болады. Солардың бірі жергілікті Уфа футбол клубының фанаттары салған суреттер. Соның біреуі міне. Башқұрт мемлекеттік аграрлық университеті, қазір осы университетте Қазақстаннан келіп көптеген студенттер оқиды. Олардың көбісі ауыл шаруашылық саласында техникалық мамандықтарды оқиды. Және айтып кететін жағдай, Уфада бұрын Ғалия дейтін медресе болған. Ол медресе өзінің білім беру жағынан өте күшті болып есептелген. Сол кезде қазақтың ұлы ағартушылары, сол кездегі танымал тұлғалар Мағжан Жұмабаев, Бейімбет Майлин және Мұстақым Алдыбаев деген секілді танымал тұлғалар оқыған. Уфаға келген кезде ең көзіңізге түсетін бір ерекшелік мына жерден құлақтарды көп байқауға болады. Себебі қала жасыл, ағаштар өте көп, сондықтан да жерде құлақтар жатады және ұшып жүреді. Қар сияқты ұшып жүреді. Мына жақты көрсетсек болады тоже. Бірінші күні келген кезде маған қызық болып көрінді, бірақ одан кейін шынымды айтқан кезде үйреніп кетті, маған көзіме көрінбеген болса. Міне мына ағаштарды өте көп. Жерде өте көп мына жерде. Мынау парк па не болды? Иә, парк па. Міне мына жақта сәл Ортасы қала бір. Ортасы қала деппін, ортасы адамдар жүреді. Міне анда жерде қыздар отырып істеп. Немесе демалып жүрген адамдарды көріп мына жақта. Ұстап көрейік. Ұстап көрем. Мақта ма? Мақта міне. Жақынан көрсет. Кәдімгі мақта. Футбол ойнайды жаңа. Ана жерде бар футбол ойнайды. Иә. Қыста хоккей ойнайды. Жаңа араға, иә, су не істейді, мұздатады. Жазда футбол ойнайды. Сосын тоқтар мені жерде де бұл. Иә. Видеодан көріп Әр жерден қалады. Бірақ әр жерде көп. Шығып жүреді, бірақ мына жерден қатты байқап тұрған жоқпын. Кеше мен оны мысалы вокзал жақтан байқадым. Вокзал жақтан және жаңа үй жаққа келген кезде де көп байқадым. Орталықта көшеде. Баяғы кезде, Совет үкіметі кезінде егілген тополь дорога деймін. Содан қояды сіз. Иә. Бұлар үлкен болады, сосын жақсы не істейді жаңағыдай.
жақсы ағаштар негізі. Дрон. Или квадрокоптер. Кешенің барлығында осындай ағаштар. Ар жаққа қарата шығып кетейік онда. Ары қаратай қаланың несіне өтуге. Келесі көшеге қарай өтеміз ба? Иә. Жүгіріп жүрген адамдар көрінеді үстте. Бірінші рет хостелге жатып көрдім. Бір адамдық бөлме. Бұрын мен қыздар үшін хостел қорқынышты, қауіпті деп ойлайтын, бірақ қателесіппін. 2 түнге бағасы бір адамдық 1400 рубльге шықты. Оренбургтың Шыды вокзалына қарай келе жатырмын. Ақтөбеге қарай таксиге мінуге. Вот, Аня, смотри. Братишка.